Қазақстанда сарбаз өлімі себебінің ашық айтылмауы қоғамда қызу талқыланып жатыр. Әскерден қашу, суицидтің алдын алуға бола ма? Бейбіт күнде әскерге сау барып, табыты қайтқан сарбаздардың өліміне не себеп? Ресми дерек, сараптама нәтижесі туралы ата-аналардың айтары уәжде аз емес. Қаңтар оқиғасы кезінде қызмет бабында опат болған жауынгерлер мен әскери шенді қызметкерлерді бұл қатарға қоспадық. Айталық, ақпанда Қарағандыда 2 сарбаз әскери бөлімді тастап қашып кетті. Былтыр Жамбылдағы жарылыстан кейін із-түзсіз жоғалған Бауыржан Даутбаевтан әлі күнге дейін хабар-ошар жоқ. Тау мен тасты түгел шарлап, күлі көкке шыққан қару-жарақ қоймасының топырағын әріптестері електен өткізсе де, іліп алар дерек пен дәйек таппады. Андас Батыр шекара бекетінде ат қора тазалап жүрген жауынгер Ұлықбек Бердішев ұшты-кері жоғалды. Оның сүйегі Қырғыз Республикасынан тауда асылып тұрған жерінен табылды. Ұлықбектің әкесі соңғы кезде көп ақша сұрады деп өз шындығын айтты. Ізін ала сәуір айында Қордайда әскерге келгеніне небәрі 4-5 күн болған маңғыстаулық сарбаз Әлібек Қалбай қайтыс болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысындағы Гвардейск әскери қалашығында көз жұмған маңғыстаулық сарбаз Әлібек Саламатұлы Қалбайдың туыс-туғандарының орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл айтты. Президенттің пікірінше, бейбіт күнде әскердегі сарбаз қаза таппауы тиіс. Ата-ана баласын әскерге жібергенде оның қауіпсіздігі үшін алаңдамауы керек. Бұл мемлекетіміздің мойнына алған міндеті. Президент осы оқиғаға қатысты бас прокуратура мен қорғаныс министрлігіне және құзырлы органдарға жауынгердің өліміне қатысты жан-жақты тексеру жүргізуді және шынайы себебін анықтауды тапсырды. Десе де айдың күннің аманында ұлынан айырылған ата-ана құзырлы органдардан тіпті президенттен жиі араша сұрайды. Себебі әскерде әлімжеттік әлі де кездеседі. Оған дәлел Маңғыстау облысы Бейнеу шекара бекетінде 19 жастағы сарбаз Еділ Тешебаев қайтыс болды. Сұраған 5000 теңгесін салып жіберім керек еді деп, үйіне табыты оралған сарбаздың әкесі өкінішпен ұлын жерледі. Осындай оқиғалардан кейін вице-премьер Ералы Тоғжанов әскердегі әлімжеттікке қатысты пікір білдірді. Отардағы нөмір 25717 әскери бөлімде отан алдындағы борышымды өтедім. Әртүрлі жағдай болды, сарбаз өлімінде көрдік. Сол кезде жалпыға ортақ міндет бар болатын. Қазір ондай міндет жоқ, деп қысқа қайырды. Оның айтуынша, әрбір ер азамат әскери борышын өтеуі тиіс.